Бөтегеден қашқан қара айғыр. 1973 сиыр жылы бір топ маман келіп, Шыңжан Алтай аймағына қарасты Көктоғай ауданының жайлауына маңайдағы ауылдардың барлық жылқысын жинатып, қолдарындағы арнайы өлшем бойынша сұрыптайды. Сөйтіп, ішкі өлкеден келген маман таңдап алынған жылқыларды ала жаздай бөлек бақтырып, сары күзде ірімжік айдап әкеліп, жүк вагондарын артады. Осы жылқылардың ішінде тұқымы текті қара айғыр да кетеді. Әңгімені әріден бастасақ, жарықтық текті жануар қара айғыр өзінің үйірін табынынан бөліп алады да, шөбі шүйгін, сонылы, қар су мол өлкөге айдап кетеді. Ол кезде жылқы түлігі баяғыдай сары жонда жусап жатпай, қой сияқты қоралап, бағылғандықтан даланың қасқырлары бұрынғыдай жырып жейтін мал жоқ, әбден жұтынып тұрған кез. Бір таңданарлық жағдай, жылқышылар шығандап кеткен қара айғырдың үйірін қасқыр қырып кеткен шығар деп уайымдап іздеп барса, жарықтық Алтайдың ақшулан арландарына соқыр тайында жегізбей түп-түгел қайырып тұрады екен. Ал күзде еленкейіп етекке түсер тұста әлгі қара айғыр жалғыз түнде үйірін айдап жоқ болып кетеді. Іздеп келсе, баяғыда ойға түсіп кеткен. Үйір қара ертістің бойын жалдай жайылып, шалғынды жапыра шайқап, жаз бойы таудың боз тарланына тойынған үйір жыра салып семірген, тайпала басып лықси қозғалады. Жылқышылар қара айғырдың үйірін қанша рет қайырып әкелсе де күш бермейді. Адамдары неге ие болмайсыңдар деп бақташыларды жазаға тартады. Әбден зықысы шыққан жылқышылар ақыры бағынбайтын айғырды ұстап береді. Тағдырай деген арда Алтайдың қойнауында туып, таудан құлап аққан мөлдір бұлақтың суын ішіп, құйрық жалына даланың желінен басқа тірпенде қол тигізбеген. От басар орны отаудай, қабырғасы жонсаудай, ор қояндай қабақты, қиған қамыс құлақты, сарымысықтай азулы, саптаяқтай ерінді. Қидасан кәріжілікті, омырауы есіктей, ойындеті бесіктей. Табаны жалпақ қара айғыр ақыры көз көріп, құлақ естімеген қиянға айдалатын күн туады. Сөйтіп, Алтайдан таңдап алынған жұмыр тұяқты жануарларды айдап түскен жылқышылар оларды Ірімжі қаласынан қиырлау бір түкпірде орналасқан жабық қоймаға әкеліп қамады. Бұл жерге темір жолдың бір ұшы келіп тіреледі екен. Ертеңінде осында дайын тұрған вагондарға жылқыларды тиейтін болады. Баяғы жарықтық қара айғыры арқырай кісінеп шатақ шығарады. Оған басқа жылқылар қосылады. Оқиғаны сырттай бақылап тұрған қарт жылқышы айтады: сендер мына жылқыларды бұлай алып кете алмайсыңдар. Күшпені артып алған күннің өзінде бұлар бір станциядан жарып шығар сөзсіз. Егер менің ақылымды алсаңдар, жануарлардың қара мекені Көктоғайдың тауының қыртысын ойып әкеліп, вагонның табанына төсеңдер дейді. Сөйтіп, қиырдағы Көктоғайдан 4 машина топырақ әкелінеді. Оны вагонның табанына төсіп, үстіне жусан жаяды. Құда да тыныш, құдағи да аман. Жылқыларды жетектеп әкеліп, вагон ішіне байлайды. Жарықтық жануарлар туған даласының жусанын иіскеп, тып-тыныш тұра береді. Бұл жылқыларды түгелдей Шандун қалып барады. Бұл өлке Сары теңізге сұғына орналасқан мүйісті аймақ. Елдің ең негізгі теңіз порттары осында. Әкімшілік орталығы Цзинань қаласы, республика астанасы Бейжіңнен әрі кетсе 100 шақырым қашық. Әрі өндіріс орындары ашылғандықтан кен орындарына арба тартатын өлшемге сай қуатты жылқы қажет болған сыңайлы. Ол тұста Шаньдун өлкесін шыңжандық қазақтар Бөтөге деп атайды. Біз сөз етіп отырған Шаньдун өлкесі дәл осы Бөтөгеде орналасқан. Осында барған қара айғыр арада 1,5 жыл өткенде Бөтөгеден қашып шығып, жолай Хэбэй, Ханси, Шэнси, Инчуан, Ганьсу, Цинхан өлкелерін көктей өтіп, 5050 шақырым жолды тұяғы үгітілгенше жер басып, тұлпардай мүсіні толақтай болып туған жері Көктоғай ауданы Қара Түңке ауыл қыстаулығына қарасты. Санаралға мамыр айының басында келіп жеткен екен. Қозғалмай бауырын сазға төсеп бірнеше күн жатыпты. Содан дүрсілкініп тұрғанда қу ертістің суынан шөлі қанғанша ішіп, жаңа көктеген балғын шалғынды түбінен ор басап, әл жинаған соң, көктемде лай тасып жатқан дарияны кесіп өтіп, арғы жағадағы құм қайраққа бір аунап алып, жайлауға тартады. Ертеңінде Бәделхан деген жылқышы жігіт, жалғыз құдықтың бөктерінен Бөтөгеге ұсталып кеткен қара айғырды көріп, жолдастарына шауып келеді. Көзінде жас,
Уа жігіттер, мен бір ғажайыпқа кез болдым. Соншалық абыржитындай не болды саған? Қазір айтам, жағасы барлар жағаларыңды ұстайсыңдар, жағасы жоқтар кеңірдектеріңді ұстайсыңдар. Былтырғы бөтегөге кеткен қарайғыр қашып келіпті, жылқының ішінде жүр. Өтірік айтпа, ол басқа мал шығар деп жылқышылар сенбейді. Кешке барлығы жиналып барып көрсе, расында да қарайғыр құр сүлдері қалған жылқының ішінде жүр. Жылқышылар аң-таң. Қарайғыр қашып келген жайлы әңгіме жақын маңайға тарап айдырлы кетті. Бірер күннен кейін жануарды көрейік деп адамдар келсе, айғыр жоқ. Сөйтсе, жарықтық тұрғынның шатындағы Отыбұлақта жатқан өзінің үйірін тауып алып, бір түнде күнгейтіге шығып кетіпті. Сонда ел жайлауға шығып, көшпен бірге жылқышылар табынды айдап жонға барса, қарайғыр тау ешкісінің текесіндей серек тастың басына шығып алған, қос құлағын қайшылап, сомдап соққан тас мүсіндей серейіп тұрғанын көреді. Мына көрініске тамсанған сақа жылқышылар, жануарым-ай, сенің обалыңа қалған екенбіз-ау деп еңкілдеп жылапты. Кейін бұл оқиғаны көзімен көріп тебіренген Меден Кәмелиұлы атты күйші қарайғырға арнап, кеттім-ау және жеттім-ау деген екі күй шығарған екен. Кеттім-ау күйінің сарыны құлын қып туып құйғытқан құт мекен сенен кеттім-ау, ене сүтін емізген есіл жер сенен кеттім-ау, кекілім сипап май жаққан есіл ел сенен кеттім-ау, тұнық сулы шалғын шөп жасыл жер сенен кеттім-ау деп зарлы толғауымен бебеулесе, жеттім-ау күйі шаттықты, шалқымалы әсіресе арқырай кісінеп үйіріне қосылған қарайғырдың әрекеті домбыра тілімен әсерлі беріліпті. Бұл сөзді біз күйді тыңдаған адам ретінде айтып отырмыз. Арнама жазылып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Рахмет.